Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Злиха. Осы Алматы облысы Қаскелең ауданы Жандосов ауылынан боламын. Бүгінгі зумды спикер қылып мені сайлаған екен. Мен енді өзім туралы айтып кететін болсам, 30 жыл болды осы Жандосов ауылында тұрғаныма. Семьям бар, 6 балам бар, 5 ұл, 1 қызым бар. 21 жылдай парикмахер болып жұмыс жасадым. Осы 21 жылдың ішінде енді қанша жұмыс жасасам да, қалай айтсам екен, осы қазіргі Казвей компаниясына келген кездегім сияқты жағдайымды жасаған жоқпын. Қазір Құдайға шүкір, денсаулығымды жөндеп отырып, табысқа шығып отырмын. Жаңа бриллиант статус деп тұр ғой. Сіздерге де жұғысты болсын. Не айтам? Өзім негізгі мамандығым негізі менікі кооперативныйды бітіргенмін. Қызыл дипломмен бітіргенмін. Одан кейін осы кішкентай балаларым ауырып, жүрген кездерде сәл өсе келе медицинаны оқып алған болғам. Инфекционный больницада жұмыс істеген. Қазіргі таңда ондай медицинаға жаққа вообще жұмыс істемей кеткем. Бұрын совместно істеп жүретінмін, кейін істемей кеттім. Сол 2023 жылы ауырдым. Бұл компанияға келу себебім қатты ауырдым десем де болады. Сол ауырып жүрген кезде жаңа 1 жылда емделдім. 1 жылда емделген кезде мына жерде УЗИ қағазын тауып алып отырмын. Маған қойған заключениеде УЗИде жаңағы стеатоз қойды бірінші, сосын гепатоз печени қойды, диффузные изменения паренхимы печени, поджелудочной железы, деформация желчного пузыря, утолщение стенки желчного пузыря, признаки холецистита, холестаз и кишечный пневматоз болған ғой мен. Оны солай ауырып жүрдім. Бұл ауруды, оказывается, 2-ның 1-не қояды екен бұл диагнозды. Но енді стеатозбен стеатозды редко қояды екен, и киста печень болды менде. Сосын киста печень дегенді интернеттен қарадым, уже ауырып жүрген кезде іздене бастадым. Сол интернеттен қарағанда скобках не жазылып тұрды: доброкачественная опухоль печени деп. Сонымен мен 1 жылдай терапевтке қаралып жүрдім. 1 жыл терапевтке қаралған кезде мен тек қана больмен баратымын. Менде, қалай айтсам болады, усталость, түнімен ұйқысыздық болатын. Енді ол кездегі состоянием өте жаман болды менің. Оң қабырғамның асты ауырады. Жаңағыдай врачқа барсам, врачтар сіздің жағдайыңызда мынандай, бұндай енді не смертельный деген сияқты насмехаться етіп айтады да маған. Это же у всех деген сияқты. Сонда айтам, сонда мен білмеймін, ауырам деймін да, түнімен ұйықтаған жоқпын, давлением высокий. Хотя ол давлениеда сізді өлтіретіндей емес деген сияқты қылып солай түсіндіреді маған. Сол кезде мен түсінбеймін, не болып жатыр мен, не жағдай деп. Сөйтіп жүрген кездерде мынау көзімнің жоғарғы жағына сары бляшка пайда болды. Сол бляшканы көрген кезде мен уже зерттей бастадым. Зерттеген кезде ол ксилантоплазма деген нәрсе екен. Ол үлкейе бастады, күннен күнге үлкейді. Сонымен оны да зерттедім, сөйтсем ол уже печень кричит, когда что уже холецистит, уже излишка бляшкалар сыртқа шығып жатыр деген сөз екен. И ол атеросклероздан шығады, қанның до такой степени зашлакованный екені, и жаңағы уже сыртқа шығып жатыр холестериндер. Сонымен оны зерттеп жүрген кезде оны только немен, оны тек қана
жаңағы немен лазермен удаление екен. Сөйтіп жүрген кезде, зерттеп жүрген кезде мен уже депрессияға кіріп жүрдім. Ол депрессияға кіргенімді де білмеймін ол кезде. Жаңағы сестрам, Шымкенттегі сестрам екеуміз хабарласып отырамыз. Не істеп жатсың деген жаңағы туысқандық отношение ғой енді былай. Не істеп жатсың, не істедің деген сияқты. Сонда ол кісіге мен тек қана айтатыным, өлең тыңдап жатырмын дегенмін. Сонда өлең тыңдаған өлең қазіргі сол кездегі жаңағы депрессияға кіріп жүргенімді қазір енді не деймін ғой, анализировать етемін ғой сол кезде жаңағы Жанар Хамитованың өлең тыңдайды екен, анау өмірге қайтып келемін деген сияқты, бір қайтып өмірге тіріліп келемін деген сияқты сол өлеңді тыңдай береді екен. И Мейрамбек Беспаевтың өлеңін тыңдайды екен. Тек қана қайғылы өлеңдерді тыңдайды екен. Сол кезде мені сестрам, жаңағы әпкем, мен депрессияда жүргенімді біледі. Сөйтіп ол кісі мені неге алып кетеді, Дубайға алып кетеді. Дубайға барып қайтамыз. Бірақ барған кезде былай для плезира жүремін әйтеуір. Бірақ ойымда тек қана мен не істеймін, мынау онкологиямен жеп қояды ғой будущем, мынау кішкентай қызымды не істеймін деген сондай мидан кетпейді. Балаларым әлі кішкентай, жас, бұлар жетілдіру керек деген сияқты. Особенно қызымды көп ойладым. Сөйтіп жүрген кезде әйтеуір бардық, 7 күн әйтеуір үйтіп бүйтіп өтті. Күндіз жүрем, бірақ кешке жақын уже Думкаға кетіп қалам. Сөйтіп жүрдім енді. Соны барып келіп, қайтып келіп жүрген, сөйтіп жүрген кездерде әйтеуір көктем болды. Мен енді қай уақытта бардым? Күзде бардым ғой. Сөйтіп ноябрьде бардым, иә. Сөйтіп көктемде жүрдім, ауырып жүре бердім. Сөйтіп жүрген кезде туылған күнім болды. 18 майда туылған күн, 49 жасқа толдым. Еще бүйтіп ойлаймын ғой, скоро мен 1 жыл бойы ауырып жатырмын, 48 жасымда ауырып жатырмын, 49 жасқа келсем, мен, значит, мүшел жаста мен, может, кетіп қалам деген сияқты миыма сол информация келді да, сол жаңағы 49-да мүшел жаста енді елдің бәрі қайтыс болып жатады ғой. Миымда сол ғана тұрды, мен кетем деген сияқты. Сөйтсем, оказывается, мен оны түсінбеппін. Мына 48 жаста емес, 48 жаста мүшел екен, 49 жаста мүшелден шығып кетеді екен ғой адам. 20-сы, тура 18 күні жаңағыдай туған күнімді жасамаймын. Сол кезде көршім бар, әрі подружкам, әрі көршім, сол кісілер маған көңілімді көтерейін деп, үйлерінде дастархан жайып, шашлыктарын дайындап, мен жұмыстан келсем, маған келіп кетші деп, үйге келіп кетші деп, сонымен ол кісілер маған жасап берді, достарым бәрі. Сонымен кішкене көңілім көтерілді. Сөйтіп жүргенде 20-сы күні жаңағы осы информация келіп, ең бірінші рет сол видеоны көріп, осы диагностиканың қалай өтетінін бәрін Елена ханымның түсіріп жатқан бір жаңағы жұмыстағы бір швея әйелдің күйеуінен соның видеосын көріп, сол жерде қызығушылық танытып, мен де барайыншы деп, сол 20-сы күні біз бардық. Күйеуім бар, жаңағы көршім бар, күйеуі бар, оның да інім келген Астанадан. 5-еуміз бардық. Сонымен бәріміз диагностика жасаттық. Диагностикада маған сол жерде Елена ханым прямо что қатты зашлакованный екенімді, шейно-воротниковый зона жақта вообще ешқандай сосудтардың көрінбейтіндігін көрсетті, май басып кеткенін. В общем, киста көрген жоқ, бірақ әйтеуір, в общем, зашлакованный жақсы емес бірдеңелер айтып берді. Ол кезде түсінбеймін ештеңені. Сонымен не керек? Неттік, жаңағы түстік дағын өзіме алып кеттім. Не істеу керек дедім, осылай, сіздер не бересіздер деп едім, осылай, бізде мынандай деп коробкамен шығатын еді ол кезде, Нолвермнің, онда баяғы құрт шықса, жаңағыдай құрттан тазалану керек болса, жаңағы семьямен ішу керек деген миға кіріп алған. Сонымен қой деп 40 000 теңгеге бір детскиймен бір жаңағы взрослыйды алып кеттім.
сол 40 мың теңге маған сол кезде кәдімгідей ақша болып көрінді. Өйткені мен жұмысқа кеттім деп үйдегілерді алдайтынмын. Жұмыста жүріп, есікті жауып қойып, қасымыздағы көрші Фаберлик деген компания бар ғой. Сол Фаберликтің кабинетіне кіріп, есікті ішінен жауып алып, іші қараңғы, сол жерде жататынмын. Мен тек қана қараңғы жерді іздейтінмін. Бірақ ауырғанымды, ойбай, мынау Зылиха ауырып қапты ғой деген сөзді енді қазақпыз ғой. Сөйтіп өсектейді деген сияқты сондай ұғым болды менде. Бұрында енді неше түрлі креативный прическаларды жасап жүрген Зылиха, мынау өлеңдеп қапты деген сияқты сөз ермесін деп жаңағы ығылып жатам, қасымда маникюрщица бар. Ол мені сүйреп шығарады. Қайда жүрсе, мында адамдар бар ғой, келді ғой дейді. Содан келіп тұрған адамдарды үйден шығам да, барам да, шаштарын алам да, жаңа шаштарды алып болғанша мен қиналам. Қолымда бір қолымда машинка, бір қолымда жаңағы тарақ қайшы болғаннан кейін, жаңағы қайшы мен тарақтың жаңағы қолымды көтерген кезде бауырымның анау вибрациядан, жаңағы машинканың вибрациясынан бауырым қатты жайсыздық сезінеді, в общем. Қиналам. Сөйтем да приступ ұстайды менде. Сосын уже кейіннен қасымдағы қыздар да мен қатты жүргенін білетін да, опять ауырып жатсың ба деген сияқты деп жаңағы Аяжан қасымдағы сұрайды. Я говорю, иә, мені жоқ деп айтшы келгендерге деймін. Кейбір кездерде даже күйеуім сотканы полетқа қойып қойсам, күйеуім звондайды. Уже маған звондамайды, күйеуім де біледі ауырып жүргенімді. Аяжанға звондап, Зылиха қайда деп сөйтіп сұрайтын. Сондай моменттер болды. Қатты ауырып жүрдім. Сол плюс қатты ауырғанмен бірге жаңа депрессия қосылып тұр ғой бұл жерде. Мен депрессияда екенін де білмейді екенмін сол кезде. Тек қараңғыны іздеп жүреді екенмін. Үйге келем, жатам, таңертеңгісін барлығы сұрайды, балаларым, мама қалайсың дейді, күйеуім қалайсыңдар дейді. Нормально деймін. Содан жаңа түнгі сағат 12-1-ге шейін басым ауырады, әйтеуір бір ұйықтап кетем. Сөйтіп, қатты ауырған күндері 3 күнге шейін ұйықтамай қоятын. Сонда врачқа таңертеңгісін барам, сол кезде врач менің бетіме қарайтын да, сенен смертельный ауырып көріп тұрған жоқпын дейтін да. Енді киста ол бәрінде болады, гемангиома ол елдің бәрінде болады. Елдің бәрі маған олай келмейді дейді да. Сонымен менде до такой степени зашлакованный не болған, организм болған. Сол Елена ханымның жаңағы рекомендациясымен сода ішіп бастадым. Жаңағыдай Нолверімді іштім. Бірінші күні ішем, екінші күні ішем, маған действие жоқ вообще. Сөйтсем мен суды да жартып ішпейді екенмін сол кезде жаңағыдай. Сосын қызым 1-2 күн ішті да, ол да ішпей қойды. 10 күн қосып іштім. Елена ханыммен тығыз байланыста болып отырдым сол кезде. Бәрін сұрап отырдым, ол кісі молодец. Бір нәрсені де бүге-шүгесіне шейін бәрін айтып, прям мені контрольда ұстады десем де болады. Өйткені мен ол кісінің қатты сұраққа алдым да, мені ашытып жібердім десем де болады. Сөйтіп жүрдім. Содан 3-ші күні менде выход болды. Выход болғанда енді іштегі шыққан нәрселерді айтуға келмейді десем де болады. Өте көп нәрселер, каловый камень прямо өз көзіммен көрдім. Сосын жаңағы майдың кезінде ешкім арбуз жемейді ғой. Жаңағы енді ұятта болса айтамыз, енді жұмысымыз осы болғаннан кейін айтуға тура келеді. Жаңағы күріштің размеріндей, бірақ жылтыр қап-қара нәрселер шықты. Еще ойладым, былтырғы арбуздардың дәнегі ма, бірақ мынаншалықты көп емес болу керек қой. Сонда қатпарларында осында тұрып қалды ма деген сияқты сондай нелер, ойлар болды. Неше түрлі ой болды, бірақ оны мен жаңағыдай қатты зерттеп тұруға уақыт болған жоқ. Өйткені өте иіс жаман, жаңағыдай невозможный нәрсе болды ғой, короче. Сосын кейін уже выход бола бастағаннан кейін менде жаңағы денсаулық уже жақсара бастады. Что-то энергия қосыла бастады. Сол кезде айтпақшы, бұған дейін менде жаңағы өткен сабақтарда айтқан едім, Наталья Бублик Николаевна деген кісіні тиктоктан көремін.
сол кісінің жаңағы, если у вас киста печени, то у вас паразиты сидят деп нечаянно көріп қалған тиктоктан, содан Бубликтің ютубын тауып алып, Бубликті полностью зерттеген кезде Бублик айтады ғой, у вас если киста, то у вас аскариды сидят дегенде, мен аскаридаға барып тапсырдым, лямуляға барып тапсырдым, сол кезде врачқа барып, менде оказывается положительный шығып тұр екен ғой, сіздер осы уақытқа шейін неге маған осы аскаридаға тапсыр деп айтпағансыз, міне мен тапсырдым, міне менде шығып тұр деген кезде, а это незначительные личинки, это не значит, что сіз осылай ауырып жүрсіз деп сөйтті. Сіз даже қазақша емделіңізші, мен даже білмеймін дедім деп сөйтті. Сосын қазақшада біраз емдерге бардым, и сонымен жаймен менің денсаулығым жақсара бастады. Денсаулығым жақсарып, сөйтіп уже Елена ханыммен шықтым. Сөйтіп жүрген кездерде бір күні маған Ақбөпе ханыммен хабарласуға тура келді. Ақбөпе ханым өзі де хабарласып, сөйтіп хал жағдай сұрасып жүрдік. Сөйтіп мен үстіме осындай результат көріп жатырмын, осындай шықты. Мен открыто сөйлесем Ақбөпе ханыммен. Сол кезде ол кісі айтты, жұмыс істесеңізші деп, жай ғана айта салды. Өзінің даусы баяу ғой еді. Сосын сөйтіп жай ғана айта салғаннан кейін, ол не дедім, ол қалай деген сияқты сұрақ туды. Сосын осылай капилляроскопты көресіз. Сосын маған бір ой кетті. Неге мен өзім медицинада хабарым бар? Неге мен осы капилляроскопты алып для себя алып алам да, 1000 теңгеден болса да жаңағыдай елдерді капилляроскопқа түсірем да, құрттарын көрсетіп бере берем деп сөйтіп сондай ой келді. Енді баяғы уже ақша керек, жаңағыдай жұмысты жартып істемеймін, біраз клиенттер жоғалттым. Мен таңертеңгісін барғанда, өтірік айтпасам, кешке шейін на ногах тұратын жұмыс болған менде негізі. Сондай наплыв болған. Міне қазір мына жерде Сәуле ханым да тұр ғой. Барлықтары осы Жандостан келіп жатқан біраз адамдардың барлығы менің клиенттерім болған. Жаңағы очередь болатын постоянно. Сол очередь болған клиенттің біразын жоғалтып алдым мен. Өйткені мен жұмысқа бір күн барсам, жаңағы айтып отырмын ғой, үйден жұмысқа кеттім деп алдаймын, жұмыстағыларды үйде деп алдаймын. Сөйтіп өз-өзімді алдап жүрген екенмін сол кезде. Сөйтіп жаймен жаңағы капилляроскоп үйге алып келдім, бәріміз қарадық. Қарасам, менің денсаулығым кішкене жақсарғанмен, бірақ менде өте көп құрттар болды. Күндегі құртты күнде Ақбөпе ханымға жіберем. Бір күн Ақбөпе ханым даже маған күнде қарай бермеңізші дегенде сөздер айтты. Бірақ маған интересно болды. Жаңағы күнде қараймын. Сөйтіп соданы ішіп жүре бердім таңертеңгісін, күнде таңертең сода ішем. Соданың өзі де былай қарап тұрсаң, Бублик айтады, эритроциттерді ертеді, склеенный қандар бүйтіп бір-біріне жабысып қалған қандарды ощелачивать етіп, жаңа қан айналымын жақсартады дейді. Сөйтіп оны ішіп жүрдім, жаңағы Хартмаксты да қосып жүрдім. Кейін бір күндері Ақбөпе ханымға шықтым. Жарайды, уже адамдар келіп жатыр, сұрақ қояды маған. Енді не ішеміз дейді. Сонда мен жаңа нолверімді берейін десем, нолверімді өзім әлі до конца жаңа ішіп көрмегенмін. До конца ішіп көрмеген нәрсемді мен елдерге айтып, қалай болады екен деген сияқты сондай сұрақтар болды өзімде. Оның үстіне жаңағы кімсің Злиха деген авторитет ұрып тұр. Сосын кейін ертең күні мә деп бетіме лақтырып, мынадан ауырдық, үйттік деп тағы бір жерге больницаға түсіп қалады ма деген сияқты. Өйткені өзімде қатты ауырып жүрдім ғой арасында ішкен кездерде. Сөйтіп соны жоғалтып алмайын деген немен мен жаңағы Ақбөпе ханымнан продукцияларды алдым дағыны Чимкентке тартып кеттім. Өзімнен результат көрдім, сестрамнан ішіп результат көргеннен кейін уже білдік результат шығатын. Сосын Чимкентке бардық тағын. Тек қана диагностика жасап, жаңа диагностикамен көрсетіп адамдарды жаңағы емге жаңағы нені саттық. Сонымен тек сатушы болдым мен бұл жерде ше. Бірақ ауылдағы адамдарға айтам, ну не так сильно айтам, өйткені жаңағы айтып отырмын ғой, елдер бетіме кеп түкіріп кете ма деген сияқты, шум шығарып кете ма деген сияқты сондай ой болды. Қорықтым шын айтса, қатты бастап кетуге ауылға.
Сөйтіп жүрдім, уже результат анадан естеймін, мынадан естеймін, жаңағы Чимкент жақтан жаңағы туысқандар бар, жаңағы таныс тамырлар бар, әйтеуір солардың бәрінен ойбай күшті болып қалдым, ойбай күшті болып қалдым деген сияқты уже менде уверенность пайда бола бастады. Сол кездерде до такой степени уверенный болдым әпкемнің результатын прямо. Ол кісі таңертеңгісін барып көрген кезде жыбырлап жатқан нәрсені көріп, оны жаңағы подружкасы, сен оны сүзіп көрсейші деп, соны ерінбей ол кісі сүзіп көріп, ойбай деп, сосын маған статусына қой дейтін, қоймаймын, жындысың ба, мен ұят емес па деймін, жаңағы сөйтіп жүрген жаңағы қазіргі өздеріңіз соны да арасында қоясыздар ғой. Мінезлиха, міне мынандай құрттар шықты деген бір видеом бар еді ғой. Сол менің туған әпкемнің результаты. Оны айтуға ұялып жүрдім, көрсетуге ұялып біраз жүрдім. Сөйтіп жүріп, жаймен уже ауылдағы кісілерге айтып, Динара деген кісі, келіншек, сол кісі келіп баласын алды. Баласының бірінші пачкада удушьясы кетті, астма болған баласы. Екінші пачкада уже көзінің қызарғаны кетті деді. Постоянно қылқынып қызарып сөйтіп тұратын дейді. Сонымен не керек? Мама енесі бәленбай жыл астма болған, ол кісі де ішті. Ол кісі де ылғи сол жыл сол маған менен нолверм алғанға дейін ол кісі постоянно жаңағыдай скорый шақыртып жүрген кісі. Мне хорошо деп әйтеуір ол кісінің де отзывтары күшті болды. Сөйтіп ақырында пришлось айланысып кетуге. Тек қана сатып жүріп ақ мен региональный директор статусын жауып тастаппын, қарап жүрсем. Сөйтіп жүріп жаңағы ол региональный статусқа дейін мен Жұлдызай ханыммен танысам. Жұлдызай ханымды бұрыннан танитын болып шығам. Сөйтіп ол кісі маған бүткіл бизнес жағдайын, жағын бәрін үйретті. Жаңағы Ақбөпе ханымға жаловаться етіп, жаңағы бұндай неге шыға береді, неге шыға береді деген кезде Ақбөпе ханымның Аслан мырзамен үшеуміздің прям видеовызов жасап, үшеуміз сөйлестіп, сол кезде маған сұрақ қойған бір сұрағынан, қазіргі кезде мен сол сұрақты барлық клиенттерге қоям. Өте нақты сұрақ қойды. Сіз су ішесіз ба деген сұрақ қойды маған. Сол кезде мен өзім диетаны ұстап жүрсіз ба деді. Мен шын айтса, ол кезде диетаны ұстамағам. Адамның до такой степени аппетиті ашылып бастаған кезде, жылы жүріп бастаған кезде қатты аппетит ашылады екен. Мен шын айтса, басында ұстамадым. Диетаны ұстай алмадым. Өйткені нәпсіні тыю деген бар ғой, оны тыю өте қиын екен. Өзім ілініп салынып, әйтеуір бір тамақты ішіп, жаңағы тамақ қарным ашқан кезде мен дірілдеп кететім. Сөйтсем, менің сахарым да көтеріліп жүрген екен сол кезде. Өйткені бір аппаратқа түскенде бір аппаратта айтқан бір келіншек, сізде сахар көтеріліп тұр. Одан кейін бір қатты ауырған кезінде, приступ болған кезде үйге жаңағы скорый шақырдық. Скорый шақырған кезде де ол кісілерді айтты, сахарыңыз көтеріліп тұрды. Ойбай, менде сахар деген вообще ата бабамнан келе жатқан вообще ауру емес қой, менде қалай сахар дегенде сондай ой туындады. Сөйтсем, жаңағы ішкі құрылыстың бәрін жаулап алып, уже гормондарды да қатты жаман бөліп бастаған ғой менде. Сонымен сөйтіп ауырып жүріп, неге келдім? Бір күні ішіп жүрдім, жаңағы 2-3, 4-5 уже Хартмакс бітейін деді. Сол кезде уже неге бардым? УЗИға барсам, маған сізді кім жіберді дейді. Ал менде жаңағы бірінші УЗИ мен екінші УЗИдің арасы 6 ай болу керек екен. Барып УЗИға қағаз беріңіз деген кезде врач маған қағаз бермей қойды. Сізде әлі уақыт болған жоқ, оның бәрі ақша, біз направление бермейміз деп. Сосын кейін мен бардым да тегін түстім. Сол тегін түскен кезде маған уже УЗИға кіріп алып, жаңағы жаттым ғой. Сол кезде УЗИст айтты, сіз немен келдіңіз, сізді кім жіберді деді маған. Сосын мен айттым, өзім келдім деп едім. Сізде бәрі нормальный ғой деп сөйтті. Мен айттым, жоқ, менде киста бар дедім. Сөйтсем, жаңағы ішіңізді тартыңыз, керіңіз деген сияқты жаңағы зарядкалар жасатып тексерді. Сол кезде киста жоқ дейді. Қандай
киста жоқ сізде дейді. Мен айтам, жоқ, киста бар менде. Енді кистаны маған мысалға терапевт жаңағыдай онкологқа жіберген кезде екі рет өсті ғой менде, өсе берді, өсуін тоқтатпады киста. Сол кезде онкологтың айтқаны маған, егер де өсуі тоқтамаса, химия береміз или көреміз, химиямен беріп тоқтатуға болады. Егер де жаңағыдай тоқтамаса, онда операция болады деп сөйтті да. Сол сөздері маған қатты өте нетті. Печень деген операциясы сложный өтетін, оны да бұрыннан білем ғой енді. Сол да қатты влиять етті ма әйтеуір. Жаңағы депрессияға кіруімнің де себебі сол болған шығар. Сөйтіп жүрдім, сосын жаңағы киста қалай жоқ деймін ғой, жаңағы киста жоқ дейді, сізді кім жіберді дейді. Сонымен жарайды деп енді жазып бер онда деп видеоға түсіріп алайын десем, түсірткізбеді. Бірақ видеоға жаңағы Аслан мырза айтты ғой, до и после түсіріңіздер деп. Бірақ кассаға барғанымды, видео бүйтіп суретке түсіп сөйтіп алдым. Бірақ видеоны түсірткізбеді маған. Кейіннен ойлап қоямын, осы екі қабат әйелдер де барып видеоға түсіріп жатады ғой, мені неге сол кезде түсірткізбеді екен деп. Әлі де кеш емес, әлі де барған жоқпын. Сол ауру болмағаннан кейін бармайды екенсің ғой жаңағы врачқа. Содан бері міне ешқандай врачқа барған жоқпын. Ешқандай жаңағыдай Карсил, бұрынғыдай Бурсасан деген нәрселерді алмаймын. Бір Қазақстанда бір больной уже не больной деп па. Жаңағы аптекаға независимыймын, обезболивающий дегендерді ішпеймін, Аллаға шүкір. Бірдеме болса әйтеуір Хартмаксты ұрып аламыз да кете береміз. Қазір энергияны қатты береді. Бірінші кезде мен Хартмаксты түсінбедім ғой, маған таңертең кешке бер ішіңіз деп сөйткенде, мен кешке жақын ішкенде бұрынғы ұйқысыздық вообще бодрый болып, бірдеме шифонерлерімді бүктеп тастағым келіп, сондай энергия берді. Сосын кейін мен уже Аслан мырзаға, Елена ханымға шықтым. Мен ұйықтамай жатырмын деп. Вообще ұйқым келмейді. Сөйтсем ол вообще энергияны қатты береді екен ғой. Қазір мына қыздардан да біліп жүрмін, көріп жүрмін. Хартмакс ішкен қыздар, Эльмира ханым 10 емес 20 шақырым жүріп жатыр, 20 мың шақ жүріп бастады. Өзім сол қызбен жүріп, өзім де 20 мың шақты қалай жүргенімді білмей қалып жатырмын қазір. Хартмакс таңертең ішіп аламыз да, ұрамыз, жүре береміз. Сонымен енді қазір менде ешқандай стеатоз да, гепатоз, холестоз, менде еще не болған, кишечник пневматоз деген, оны зерттесем масқара. Кишечник адамның ішінде жүріп, адам тірі жүре береді, бірақ там шірейді екен ғой, адам тірідей шірейді екен. Оны шірітетін дрожь екен. Дрожь деген ол бірінші ауыздан стоматит, молочница болып адамдарға сигнал береді екен. Оны да кейіннен біліп жатырмыз ғой енді. Онкологияның жаңағы ең бірінші онкологияның, қалай айтсам, құрттың жиынтығы онкология десем, ал дрожь соның себетін жем шөбі десем де болады. Жаңағы құрттар солмен питаться етіп, жатып, жаңағыдай ішіп, жеп, ішкен жегенін шығарып, токсиндерін солай адамды улап, қаның бәрін улап тастайтын нәрсе екен ғой ол. Паразит деген жаңағы жиынтық, доброкачественный опухоль деп жиынтық болып тұрған, ол жаңа эмбрион жасап алған аскаридалардың түрі екен ғой. Олар енді астрицалар жаңағы айтып атады ғой, олар өздерін жаңағыдай оплодотворение жасап, жаңағыдай көбейе береді деп, өздеріне эмбрион жасап алып. Сонымен не керек? Сөйтіп жүріп, әйтеуір осы бизнесті бастап кеттім. Осы марафон, мен басында болғанда бірінші марафон, екінші марафон, тек қана менің ұтысым болды деп айтсам да қателеспеймін. Осы жерде Аслан мырза куәгер ғой. Тек личник тіркеп, жаңағы сауда жасаумен айналыстым. Сөйтіп жүріп, директор статусын, одан кейін региональный директор статусын, ойбай, мен де кәдімгідей бірдеңке істей алады екенмін ғой деген сияқты ойлар келіп жүрді. Сол УЗИға түскен кезде бір сөзім бар еді, қасымдағы қыздарға келіп, Айжанға келіп айтқан, болды, мен енді өзгерем деген сияқты. Мына жерде денсаулығың жөнделеді екен, және еще табыс табуға мынанша ақша таптым деп жаңа айтам. Сөйтсем олардың біреуі сенеді, біреуі сенбейді.
Сөйтіп жүріп, уже 758 мың теңге екінші рет бір алғанымда 2 аптада. Даже Аяжан айтқан сөзді, неге сен мен ұқтырмадың, бұл жерде ақша барын, сол кезде айтсаң ғой, істейтін ем ғой деген сияқты. Сөйтіп, мен саған айтамын ғой, осы жерде ақша бар екен деп. Сөйтіп ол кісі де өзі де жазылды, ол кісі де кірді, келген адамдардың бәріне жаңағыдай информация беріп отырып, ол кісі де заходқа шығып алды. Сөйтіп жаймен өстіп дамытып жатқан жайымыз бар. Ана Индияда айтады ғой, Индияда өзі ауырып жүрген врач біреуді емдеуге хақысы жоқ екен. Енді мен Индиядағы дәстүрді ұстанатын болсам, мен өзімді жазып жіберген доктор болып тұрмын ғой сонда. Медсестра болсам да өзімді жазып, жаңағыдай өзімді нен опыт алып жүрген пациентпін ғой. Енді былай қарапсаң, мен енді басында күлетім, мен доктор наук деп, профессор деп, Аслан мырзаның өзі де маған күлетін. Енді қай жерім кем, мен доктордан, например, өзімді жазып алсам, елге көмектесіп жатсам, ол да бір Алланың маған осы Аслан мырза, Елена ханым арқылы беріп тұрған жаңағы несі шығар, жолы шығар, елдерге көмектесіп, мысалға, Эльмира ханым тоже екі қызының ауырғанымен келіп, жүрегі ауру, кішкентай 5 жасар, 6 жасар қыздың жүрегі ауру деген, это же вообще сұмдық нәрсе ғой. Айырылып қалам ба деп қорқатымын деп сөйтеді да. Былай қарап тұрсаңыз, ол өте ауыр нәрсе анасына. Сол кісі, мысалға, мен ол кісінің да қызының жақсы болып кетуіне, например, себебімді тигізіп отырмын. Одан кейін Әлия ханымды айтатын болсақ, ол кісіде де розовый лишай болды. Ол кісі де қазір, например, қазіргі таңда өздеріңіздің көз алдарыңызда міне әп-әдемі болып жүр. А на самом деле мен көрген кезде Әлия ханым совсем другая была. Ісік болды бетінде, көзі бүйтіп қызарып тұратын. Сосын шын айтса біртүрлі болатын, басым өзім көзіме өте біртүрлі болып көрінді. Солай мен енді Қазақстанда врач болып, керемет болып кетпесем де, жаңағы күліп жатырмын, Индияның врачтары сияқты. Әйтеуір өзі ауырмайтын, елге жаңағыдай не беретіндей, жаңағы кеңес бере алатындай дәрежеге жетіп қалған сияқтымын. Не деймін енді. Бұл жерде бизнеске келетін болсақ, бизнесті прямо қатты елдерге айтып нететіндей емес. Ақша, аузыңыз сөйлесе, ақша түсет. Продукция, тем более под реализация беріледі. Вообще керемет бизнес. Мына марафон деген тегін, жүрдің, қаның жүрді, энергияңды қосып алдың, елге айттың, результатын көріп, елдің бәрі жаңағыдай рахметін айтып жатыр. Қаншама рахметке бөленіп жатырмыз, былай қарап тұрсаңыздар да. Вообще бизнес дегенге келсеңіздер, келуге де шақырам, келсеңіздер, вообще нұр үстіне нұр болады. Мына жерде жаңадан қосылып жатқан кісілер ешқандай қиындықсыз. Прямо нолверімнен қорыққан адамға мен щадящий қылып детскийді беріп бастаймын, например. Детскийді ішіңіздер, 2 күн, 3 күн детский ішіңіздер. Оның өзінің құдіреті бар, кәдімгідей ішті тазалап кетуге. Хартмаксты жарты капсуладан ішіңіздер, оның да құдіреті бар, ол құртты шығарып тастауға. Ешқандай қорқатын прямо не жоқ, өйткені не үшін қорқасыздар? Диетадан қорқасыздар ма? Диета дегенден тек қана тәттімен жаңағы молочный нәрсені исключить ету деген, ол это не катастрофа. Мен айтатын ше, кісілерге, жаңадан қосылып жатқан кісілерге айтатын. Это не катастрофа, это просто сәл-сәл нәпсіні тиіп. Тамақтан, мысалға, мен клиенттерге де айтамын, тамақтан тоқтау жоқ, тамақтан ешқандай жаңағы шектеу жоқ. Тамақтың любойын жей беріңіз деп айтамын. Тамақ жеген, барлық тамақты жей бергеннен кейін тәттіні жеп кішкене қысқарту, ол жаңағы ойлаймын нормальный нәрсе деп та. Например, или болмаса прям ауырып келген адамдарға айтам, мынаны щадящий қылып ішіңіз, сөйтіп жақсылап көтеріп алыңыз, суды көп ішіңіз деймін. Сөйтіп суды көп ішіп жүріп, адамдар уже су ішуге үйренеді.
жаңағы ішінен шыққан нәрселерін тазаланған сайын олар уже бет бұра бастайды да. Сосын біреулерге айтамын, сіз маған сенбейсіз, жарайды. Маған сенбей ақ қойыңыз деймін. Мен өтірік айтып тұрған сияқты шығармын енді, бірақтан сіз УЗИ-ға түсіп алыңызшы деймін. Біреулерге айтамын, УЗИ-ға түсіңіз да, менің айтқан тілімді істеп, осыны ішіп, после УЗИ тағы барыңызшы, после курса тағы УЗИ-ға барыңызшы, қаншалықты изменение болатынын сіз түсінесіз деймін да. Сол кезде барып адамдар ойланады, мынау шын айтып тұр ма деген сияқты. И сонымен алып кете береді да. Бұл жерде сату деген проблема емес. Айтылып жеткізе білсеңіздер, сату деген түк те қиын емес. Тек жеткізе білу керек. Адамнан адамға, жүректен жүрекке жеткізе білу керек. Мысалға, лямбля деген өте жаман құрт қой негізі. Екінің бірінде болады. Ой, лямбля мен аскарида екінің бірінде болады деген мысалға ұғым, ол қате ұғымда. Адамда бактерия болу керек та, ешқандай анау личинкалар болса болатын шығар, бірақ соны 2 рет, 3 рет жаңағы шығарып тастау керек. Кейіннен вообще тәттіге де құмарлық кетеді. Ішіңіздегі құрттарыңыз жаңағы кете бастағанда тәттіге құмар, например. Мысалға, наркомандар, наркотикке құмар. Алқаштар араққа құмар, соның бәрін ішкіздіретін тура сол сияқты құрттар бар. Тәттіні жегіздіретін, мысалға, аскарида, лямбля балаларға тәтті жегізіп, ет жегізбейтін болса, тура сондай алқаш құрттар бар десем де болады, наркоман құрттар бар десем де болады. Өйткені олар соған үйренген, сол наркотикті требовать етіп тұрады, сізбен управляет, понимаете? Сол үшін сіздің ішіңіздегі құрттардың сіздерді управлять етпеуі үшін сіздер оларды шығарып, квартиранттарды босатып шығарып тастауларыңыз керек. Квартираңызда өздеріңіз рахаттанып тұруларыңыз керек та. Соны айтқым келеді. Мысалы, ауыз ойлу, ауыз ойлу деген первый признак, например, поджелудочный. Ол ертең күні іш кебу басталады. Іштің жаңағы іштегі өттің жолдарының байлануы, оның бәр айланып келгенде бір система, былай жүретін бір система. Сол системаның біреуі барақлет етіп бастаса, сіздің организміңізға уже теуіп бастайды. Жаңағы, міне, мынандай болып жатыр деп бетіңізге прыщик шығарады, или болмаса пигментатный пятна шығады. Мен бетімнен, например, пигменттер көбейіп кеткен еді сол кездерде. Қазір бетімдегі бір кішкентай пигмент үлкен болған, сол өткенде қарасам, кішірейіп, жоқ болып кеткен сияқты. Қарап қоя, мен білмеймін, мне кажется, или не. Сол үшін құртқа ұнамайтын заттар бар бұл жерде. Полынь, жаңағы древесил деген сияқты, Хартмакстағы болиголов, олардың бәрі мысалға құрттарға ұнамайды. Құрттарға ұнамағаннан кейін олар қашып, жаңағы 12 системаны ауыртады деп тұрады ғой. Олар не үшін 12 системаны қашады? Іштегі құрттар қашқаннан кейін олар сразу шығып кете қоймайды. Ана жерге барып бір қуысқа тығылады, сол жерді ауыртады. Мына жерге барып бір қуысты ауыртады. Сөйтіп ауыртып жаңағы нетеді. Печень, например, печень ауырғанда тек қана печень, вообще печеньде нервное окончание жоқ, например. Ол вообще ауыртпайды адамды. Печеннің неге ауырғанын білмей адамдар 2-3 ай, 4 айда қайтыс болып кетеді. Өйткені оларда уже жаңағыдай құрттар жиналып бір органда жейді деген сөз ғой. Менде, например, сол ауырып жүрген кезде суставтарым қатты ауыратын, артрит болды. Артрит деді, жаңағы, кстати, өкшем ауыратын. Өкшем ауырып істемеген нәрсенің бәрін істейтін. Аяғым тяжелый болып ауыратын, таңертең тұрғанда утиный походка болатын менде. Жұмыста да бір отырып тұрсам, утиный походка болып белімді ұстап сөйтіп қалатым. Солардың бәрін жеңілдік сезіндім. Жеңілдік сезінгеннен кейін не істеймін? Қой деп, осы жаңағы Казвей компаниясын жарнамалап, қазір таңда осылай бриллиант статусын өзім қалай жапқанымды білмеймін. Наставниктеріме рахмет айтамын. Ақбепе ханым, Жұлдыз ханым, Елена, жаңағы Аслан мырза, сол кісілерге рахмет айтамын. Осылай өзімнің денсаулығымды жөндеп алдым. Және
қосымша табыс тауып, қазіргі таңда мен шаштаразда да жұмыс істеп жүрген жоқпын. Үйде отырамын, информациямен бөлісемін елдерге. Жаңағы өзімнің партнерларыма сабақ өткіземін. Группа ашып қойып, керек нәрселер болса, соны талқылаймыз отырып алып. Сол кісілерге, наставниктеріммен қоса өзіммен артынан еріп келе жатқан партнерларыма рахмет. Жаңа командама рахмет айтам. Командасыз мен ешкім емес екенімді білемін. Тек қана сатушы болып қана да жұмыс істеуге болады, бірақ команда болса, ол нұр үстіне нұр. Сондықтан барлықтарыңызға айтарым, команда жинаңыздар. Команда жиналған кезде сіздің доходыңыз да 2 еселенеді. Оны да біліп жүріңіздер. Сертификат сұрағанның біреуі мен болғам негізі басында, Аслан мырза. Сол кезде маған түсіндіргенде, біз ешкімнен қан алмаймыз, ешқандай вредность жасамаймыз. Ол кішкентай ғана ойыншық сияқты жаңа прибор, одан біз ешқандай нарушение көріп тұрған жоқпыз деген сияқты. Мен де тура солай айтам елдерге. Сізде сертификат бар ма деп кісіленіп отыратын адамдар болады, кісі болып. Сол кезде мен айтам, сертификат не үшін керек деймін да? Не үшін керек сертификат? Біреу мысалы тамыршыға барады, например, тамыр ұстайтын адамға барады. Тамыр ұстатып, бүткіл диагнозды айтып берген кезде жаңағы сертификат сұрамайды ғой. Жан үшін барады да, соны тыңдап, соның берген шөптерін алып кетеді, например, да. Сол сияқты мен қазір мақтанбай ақ қояйын, бірақ та мен капилляроскоп қолыма тиген кезде мен уже сайраймын. Көрген жаңағы құрттардың қай жерде қандай вред жасап жатқанына шейін айтып бере аламын мен. Оның бәрі опытпен келді. Сосын жаңағы сұрақ қояды, сіз кішкентай ғана пальчиктен қалай сіз білесіз дейді да. Енді оны білесіз кейін, өйткені сіз соншалықты қанша адам қарасаңыз соншалықты опыт. Прям үйдегі балаларды қарадым мен басында. Мен қызымның, например, мұрны қанайтын былтыр. Жаз бойы, түні бойы мұрны қанап шығады да. Мұрны қанап, ұйықтап таңертең тұрғанда мұрны былай қан болып тұрады. Сол кезде қарап жүрдім. Сол кезде мен мысалға көк құрт көп көрдім да. Одан кейін у кого астмалар, солардан көп құрт. Көк құрт деген значит ол көкбауыр, жаңағы поджелудочный железа дейді ғой, сол жақтарда болады деп сондай ұғым болды да. И кімге, мысалы, кімнен көк құрт көрем, сол кісілерге мысалы айтам, сізде поджелудочный бар ақылет, сізде сахар жоқ па, или сіздің кішкентай бала көрсе, мына балада гормональный изменение болып жатқан жоқ па, өйткені мына жерде мынандай нәрсе көріп тұрмын деп айтсам, сіз қалай білдіңіз, бізге врачтар тура сондай айтқан дейді да. Сонымен сөйтіп жаймен бәрін қортасыздың оның келе, например, мен мынандай жерде мынандай нәрсе көргенде, мынандай кісіде мынандай нәрсе болған деген сияқты уже мен жаңа УЗИді айтқан диагноздарды мен капилляроскоппен айтып отырғанымды өзім сезіп жүрмін да. И бәрі солай айтады. УЗИді тура сіз айтқанды айтып берген дейді да. Это что значит? Это уже значит, что біз біраз нәрсе біліп қалдық. Кәдімгідей нәрсе біліп қалдық біз. Менің мысалға капилляроскоп жаңағыдай сатып алған қыздар мысалға кімді айтып кетсем болады? Гүлзат ханым, Нұргүл ханым, ол кісілердің бәрі онлайн үйренген кісілер да. Прямо онлайнмен үйретіңіздер жаңағы партнерларыңызды. Видеоны қосып қойып, сөйтіп мына жерде мынандай, мына жерде мынандай, любой сұрағына білмегендеріңізді сұраңыздар деп айтам. Мысалға Гүлзат ханым, Гүлназ деген қыз бар бізде, осы Эльмира ханымның наставнигі, өте жақсы меңгеріп алды. Кәдімгідей менің аузымнан шыққан сөздерді ол кісі прям жаттап алған сияқты, кейде өзім бүйтіп қарап қоям. Ойбай, мен сөйтіп айтқан ба деп. Менің айтқандарым бәрін қайталап отырады. Мысалға, Әлия ханым да қазір, например, кәдімгідей диагностика жасайды. Видеоларын көріп отырсам, тоже қарап отырсам, кәдімгідей бір кісідей уже диагноз қоя алады. Хотя біз диагноз қоюға не имеем права. Мен клиенттерге де сөйтіп айтамын. Я не врач деймін. Мен сіздің ішіңіздегі құрттарды ғана көрсетіп беруге имею право. Қалғанын сіз сенбесеңіз барып, лабораторияға барып тексертіңіз, қандай құрттарға. Бірақ
құрт сізде жоқ деп айтпайды деймін. Кейде жоқ деп айтуы мүмкін, ол жақсы тексеретін жерге барсаңыз сізде құрт табады деймін да. Сонымен деп онда ішейік деп сонымен ішеді адамдар. Енді не айтам, айта берсем менің тағы да 2 сағат сөйлейтін уақытым көп, жоқ, бірақ айта беретін сөзім көп деп па, өздеріңізде қызықтырған, маған қоятын сұрақтарыңыз болса, микрофонды ашып қоя беріңіздер. Злиха ханым сізге сұрақ қойды. Оразгүл ханым, неше нолверм іштіңіз? Интервалын қалай сақтадыңыз деп жазды. Сұрағыңызға рахмет. Мен басында айтып отырмын ғой, мен идеальный болып ішкен жоқпын. Нәпсі тыю деген қиын деп айтып тұрмын ғой. Мен басында айтып отырмын ғой, 2 пачка взрослый, 1 пачка, почти 1 пачка, 9, 1 күн, 2 күн ішті да, 9 ба. В общем, итого бір 9 күндей іштім. Жаңа детскийін араластып, түнгі сағат 12-де біреуін іштеді, таңғы сағат 5-те біреуін іштеді, сөйтіп жүріп 9 күн іштім да. Бірінші не болды, бірақ мен диета ұстаған жоқпын. Сол кезде өте ішімде жыбырлаулар болды меніңше. Жыбырлап кәдімгідей сыртына білінеді, ішімде жүріп жатқан сияқты бүйтіп жыбырлап жүрген ол білінетін басында. Одан кейін тағы да барып алып келдім. 200 мыңға ма алдым ғой деймін, 100 мыңға ма, есімде жоқ. Сөйтіп алдым, оның біразын саттым, біразын іштім, біразын туысқандарға таратып бердім. Үйдегілерге беріп сөйтіп жүрдік, әйтеуір оның да ақшасын құтылдым. 15 мыңға сатсам 15 мың, 30 мыңға сатсам 30 мың, күнде мен даже ақша ұстауға қорқатынмын басында. Ақбөпе ханымға жіберіп отыратынмын. Сонымен 5 пачка дейінші, 5 пачка нолверм, 3-ші пачка, кейінгі 3 пачканы жақсы іштім. 6 пачка болады ғой сонда. 5 пачка, бірақ 6-ші пачканы бастамай тұрғанда мен уже УЗИға бардым. Сол кезде маған УЗИда киста жоқ деді. Сонда мен кейінгі 2 пачканы усиленном варианте іштім ғой, суды да көп іштім, ол кезде тәттіні жемей, сөйтіп уже білдім ғой, өзімнен результат шығып атқан, что ішімнен нәрселер шығып атқанын көргеннен кейін, сестрам уже усиленный вариант. Негізі диетаны жақсылап ұстасаңыздар, тез неге жетуге болады да бұл жерде. А бұл жерде біз ұстамаймыз ғой, видите. Бәрі пендешілікке салынып кетеді, жаңағы нәпсіні тыя алмаймыз. Жеп жүрген нәрсе одан әрі қатты жегім келеді басында. Мен мысалы қазір қант жегім келмейді. Мен балаларым да қант жемейді екен. 2 мешок былтыр алып қойған қантым әлі ашылған да жоқ, например. Соны негізі сатқысы жіберу керек деп. 2 мешок қант әлі тұр ғой. Вареньеде қайнатпаймын. Биыл вареньеде желінген жоқ үйде. Свежем виде әлі тұр. Балалардың бәрін пичкілетіп, нолвермға отырғызып тастағам. Бірдеме болса нолверм ішеміз ғой. Бірдеме болса нолверм, бірдеме болса хартмакс ішеміз. Так что қорқпай іше беріңіздер. Результат на виду. Вот я сижу. Какая была-то. Анау видеомды көрсең өзім ұялам. Иногда ұялып тұрсам да статусқа қойып жүрем. Кейбіреулер айтады, мә, картиіп кеткен екенсің ғой мына жерде дейді. Иә, мен ішкі ағза картигеннен кейін жаңағы сыртыңда тура сол рисунокты айтып тұрады екен ғой. Сыртқа да сол шығады екен да. Так, мына жерде сұрақ қойып отыр екен ғой. Рахмет. Злиха ханым, қайырлы таң бақтарыңызға. Злиха ханым, сіз анау түнде жатар кезде нолвермда и таңертеңгісін ішіңіз де? Вот бастапқы кезде. Жатар кезде ішкен жоқпын. Түнгі сағат 12-ні күтіп жататын. Мен ақыры ұйықтамаймын ғой кезде. Түнгі сағат 12-ні күтіп жатып, кешке жақын ужинді, легкий ужин ішетінмін да, Менікі қатып қалды ғой, ё-моё. Менің интернетім қатып қалды ғой. Злиха ханым, біздердің дауысымыз естіліп тұр ма сізге? Злиха ханым дауысы жоқ болып кетті. Мен қатып қалдым ба деп неғып атсам? Жоқ, естілмей қалды. Интернет өшіп қалды. Или телефон өшіп қалды. Екеуінің біреуі. Иә, Злиха ханым келгенге дейін, құрметті әріптестер, кімнің бөлісетін пайдалы құнды ақпараты бар екен, микрофондарыңызды ашып бөлісе берсеңіз керемет болады.
Зылиха ханым қайда кетті екен? Қалайсыздар? Қайырлы таң. Аха, қайырлы таң, қалайсыз? Тұрмыз. Зылиха ханым маған лидер болам деп айтқан, содан бері мен ол кісіні лидер деп сақтап қойғам телефонға. Зылиха лидер деп, Алматы қаскелең. Керемет. Күшті. Сосын ол кісі майдың, жаңа переписканы қарап отырмын да, майдың 20-ларында тіркелген. Бір кезде мен апта сайын ақша тауып жүрген кезде, жасыңыз нешеде, қалай ақша тауып жатсыз деп, сөйтіп чуть болғанда Елена ханымға тіркеліп кете жаздым. Сонымен ничего не знаю, маған тіркелесіз деп өзіме тіркегенмін. Негізі маған бірінші шыққан ғой. Сондай. Сөйтіп аппарат қолына ұстатып, продукцияны ұстаттым. Сөйтіп жұмыс жасап кетті бұл кісі. Солай. Керемет. Бірақ анау бұрынғы видеоларда бар, қандай құрттар шыққанда, сон қазір болса, жіберем ғой чатқа. Переписка бәрі бар, жаңа қалай диета сақтау керек бәрі жазған, бірақ сол кезде бәріміз бірінші ішкен кезде мән бермейді екенбіз ғой соғанша. Жібереді информацияны, бірақ адам мән бермейді оған. Жазылған түрі болсын, ауызша айтылған түрі болсын, басында мән бермейді ешкім. Сол. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Қақан кетті ғой деме? Айттарыңыз қабыл болсын. Қабыл болсын бүгінгі. Мен есімім Қаламқас. Мен осы бүгін 5-ші күн уже Нолверм ішіп жатырмын и Хартмакс ішіп жатырмын. Тауға жүріп жүрмін. Күніне 15.000 шаг жасап жатырмыз. Эльмира ханым екеуміз. Давление, гипертония мен сондай проблемамен келгенмін. Қазір Аллаға шүкір өте жақсы самочувствие деген. Зылиха ханымға көп рахмет. Сол кісі арқылы осыны продукцияны біліп жатырмын. Осы Казвей компаниясымен танысып жатырмын. Күнде давление өлшеп, күнде дәрі ішіп жүрген адам болғам. Енді сондай керемет қуанышты жағдайдамын қазір. Жан-жағым бәріне айтқым кеп тұрады. Бәрімен бөліскім кеп тұрады. Кімнің давлениясы көтеріліп жүр. Көңіл күйім жоқ еді, қазір өте керемет. Сондай қуаныштым. Күн өте ыстық болды, білесіздер. Сол кезде базарлатып, продуктыларды алып, сөйтіп. Сол бірінші Алла тағала, екінші осы Зылиха ханым. Осы Казвей продукциясы өте тамаша, керемет. Өте қуаныштымын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Аллаға шүкір, аха, жақсы. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі жұма мен құрбан айтымыз қабыл болсын. Мынау мен айтып кетейін деп атқаным, Зылиха ханым өзі керемет адам негізі. Адамның жаңағы әрбір положениясын түсініп тұрады. Адамның ішкі жан дүниесін, қиналып тұрғанын бәрін. Себебі өзі де көрді ғой. Адам өзінің басынан өткізгеннен кейін қиналып тұрған адамға көмектескісі келіп тұрады екен. Бұл кісі соның бірі екен. Соған риза болдым ең басында келгенде. Себебі мен айтам, бірінші қызым, кіші қызым ауырып жатыр, жүрегі деп айтам, соны айтам. Сосын барып мынау ортаншы қызым айтам, мына жері өте изгиб деп өзі айтты, жаңағы тексерген кезде изгибі бар деп. Сосын мен айттым, изгибі қалай кетірем десем,
міне мынандай массаж бар, осымен кетіресің, сосын мына нолверм ішесің, хартмакс ішесің, жазыласыңдар деп сөйтіп айтты маған. бүйтіп спортқа барам кәдімгідей да прогулка ана кәдімгідей мынандай айтты да, былай деп. Ол кісінің айтқаны маған ұнағаны соншама, уверенности ұнады да. Сосын барып, негізі ол кісі мен білмейтінмін да. Бұл ауылға жаңадан келген етін Жандосовқа. Бұрыннан біліп, ауырғанын білсем, мүмкін мен сразу сеніп алар едім. Бірақ сол айтқаны ұнады да, сөйлегендері бірден алдым, сендім да. Алып, үйге барып, ішкізіп, бисмиллясын бастап, Алладан дұға еттім, осы шөп арқылы маған емін бере көрші, Алла. Себебі маған ұнағаны ташкенттік өнім деді. Бірақ Қазақстанда жаңа патентированы Қазақстанда шығарады қазір деді. Сол жерден әкелінеді дегені маған қатты ұнады, себебі мен Ташкентке барам деп жүргем емделуге. Бірақ Ташкентке өздеріңіз білесіздер, өте қымбат бәрі. Сол себептен ақша жинау керек. Екі қызыма жаңа паспорт істету керек болды. Соның бәрін ойлап жүргем ғой, қалай барам. Алладан дұға етіп жүргем, Алла маған бір жеңілдігін берші. Осы жерден осы емін берші деп. Сол кезде осы үлкен қызым арқылы естіп, барып бірден алып ішкеніміз. Қазір айтып жатырмын, результат болғаннан кейін Аллаға мыңда бір шүкір деп жатырмын да. Осындай мықты Казвей компаниясының мықты өнімі бар екен Қазақстанда, отандық. Қазір енді тоқтамай бәріне айтып жатырмын. Сол рахмет баршаңызға. Ауырмаңыздар. Рахмет, Эльмира ханым. Эльмира ханым, сіздің жаңа 5 жасар қызым дедіңіз ба, денсаулығынан? Қызыңызда қандай диагноз болды? Қызыма диагноз қоя алмады. Қызыма ешқандай диагноз қойылмады врачтар. Жүрегіне апарам, жүрегім түнде ұйықтайын деп жатқан кезде, түнде мен ұйықтамайтын. Түнімен жәнде бүйтіп отырып, қолын уқалаймын, аяғын уқалаймын, түсінбеймін. Жүрегім дейді. Сосын барып жүрегін түсіреміз. Ең күшті врачтарға барамыз. Ең мықты деген, қай жерде мықты врач бар, сол жерге барамыз ғой. Қай қаланы да қалалап кеттік, шынымды айтсам. Уже мен уайымдап кеттім да, жүрек дей бергенге. Жүрегінде ешқандай ақау жоқ деп қайта айтады. Сонда да сен. Сосын кейін жағы сұраймын, сонда не бар бұл қызыңда? Мен мынақа келінді айттым, сіздер қандай врачсыздар дедім да. Менің қызым, мен күнде жүрегі ауырады. Маған неге сіздер осылай нақты жауабын бермейсіздер? Неге бұл қызға диагноз қойылмайды? Біздің Қазақстанда неге олай деп сөйтіп айттым да. Не врачтар жоқ па бұл қызды емдейтін деп айттым. Сосын барып не істеді? УЗИге жіберді мынандай. Может, щитовидкадан шығар деп. Щитовидкаға барып, қаны нормально деп жіберді ол жақта. Щитовидкада зоб жоқ деді. Барлық жерден өттім. Не керек? Қызыңыз ол жүрегім ауырды дегеннен басқа өзінде қандай жаңағы симптомдар болды? Ода жүрегі тарсылдайды, кәдімгідей тарс. Мен былай бүйтіп ұстап тұрам ғой, жүрегі сыртына шығып кете жаздайды. Ұрғанда. Сосын басым айланды дейді. Басым айланды, мама басым. И ішім дейтін, ішім. Жол көтере алмайтын. Қазір жолды қарасам, спокойно көтереді ғой жолды. Машинаға отырам. Ол машинаға отырама, жылайтын, секіретін былай. Мама, отырмай қояқшы, жаяу жүрекші. Мен қалай жаяу жүреміз? Алыс қой бұл жерде. Жаяу жүре алмаймыз. Мен жылайым ғой. Мен шынымды айтсам, осы қызымның ауырғаны үшін, қызымды жазу үшін, осы машинаны жақтырмаған үшін мен велосипед айдап, тиктокты көрсеңіздер болады. Мен тиктокқа 2022 жылы адам болғам. Қыздарымды велосипедпен тасып, үш аяқты велосипедпен. Осы қызым үшін осылай істегем. Осы кішкентай қызым үшін, ауырғаны үшін. Мен бірақ енді батырақ екенсіз. Рахмет. Оның бәріне мен бүйтіп жайып айтпаймын ғой. Мен қызым үшін, қызым ауырғаны үшін өстіп жүрмін депші. Өзім жылағанымен, өзім ішімде жүретінмін. Осы айтып жатырмын, ішінде паразиті бар екенін ешкім айтпады. Оның ішінде сол паразит тұрғанын ешкім айтпады. Врачтар айтпады.
бәрі жақсы дейді қызыңызда. Сосын кейін қатты ауырдық, больницаға түстік. Сосын Немен ауырды? олар Немен ауырды? ОРВИ. Аха. Сосын барып түсінбеймін да, температурасы түспейді, жүрегі тарсылдайды қайттан. Аха. Сосын барып жылаймын да мен отырып. Ештеңке, ешқандай ем қонбай қойды ғой. Аха. Осы жерге оның алдында несін тексеріп кеткем, саусағын құрт бар деген уже білем ол кезде. Сол ақша жоқ баяғы, ақша жетпес. Сосын барып звондаймын да, айтам, мен ақша табам, мен қазір осы жерден шығайын. Осы жерде ішсем бола ма осы дәріні деймін да, ана нені Хартмакспен жоқ болмайды дейді. Больницадан шыққаннан кейін дейді. Сосын біз больницадан әйтеуір температурасын басып шығам. Сөйтіп келем да, есіме түсіп кетті, кешіріңіздер. Содан кейін Өткен нәрсе ғой. дәріні алдым Зылихадан, сөйтіп қалай айтты, Хартмаксқа айтқан жоқ ол кезде, только Нолверімді айтты. Мен екі қызым бірде ішкізейін дедім, екеуі бір төсекте жатады, екеуі бәрі бір тамақ жейді. Ана қызға да жұқты ғой, ода да бар, короче, ода азырақ болады, бірақ екеуіне де алам. Сөйтіп екеуіне де ішкізіп отырам, азанда ішкізем. Екеуі туалетке уже бір, екі, үшінші күні жақсы бола бастады. Жүрек тарсыламай ұйықтады. Біз ана күйеуіміз екеуміз қорқатынбыз ғой. Кеш басталды, екеуміз қорқамыз ана қызымыз тарсылдаған. Сосын екеуміз айтамыз ғой, ей, мына қыз ұйықтады ғой дейміз да. Қалай дейміз ғой, қалай. Бұрын ұйықтай алмайтын, иә, түнде? Иә, түн болды сразу, бізде ұйқы жоқ, ана күйеуім көтеріп жүреді. Мен ұйықтамай қасында отырып, аяғын уқалаймын азанға дейін. 5 жасар дедіңіз, иә? 5 жасынан бастап ауырдық, 7 жасқа дейін. 5 жасынан бастап ауырды, қазір? Иә, 3 жыл. Қазір қаншада, 8-де ма? Қазір 7-де ғой, енді 8-ге толады, августте толады. Иә, аха. Мен жаңағы, что-то мына қыз ұйықтады ғой, тыныш болды ғой деп таң қаламыз да. И жаңағы құрттардың түскенін айтады, жаңағы құрттар түсті, ана қыздар бір-бірін көреді да, екеуі. Құрттар шықты, бүйтіп биледі деп сөйтіп бізді күлдіртеді да екеуі. Мыналар жүктей бастады ғой дейміз да. Сөйтіп жаңағы тамақ, олар бір апта барады сабаққа, бір апта бармайды. Бір апта барады, бір апта бармайды. Бұл қызды бәрі біледі, жүрегі ауру деп қойған оны, барлығы неде. Жүрегі ауырады, Айсұлудың деп қояды да, класстастар сөйтіп айтатын до такой степени. Сосын не істедім, ол қыз 3-ші күн ұйықтады, бірақ әлсіреді, әлсіз болды. Мен сосын Зылихаға айтам, не істеймін, мына екеуі әлсіреп жатыр, әлсіз болып жатыр, басымыз айланып жатыр деп, екеуі жат қала берді, не істеймін деймін. Сосын ол айтады, онда Хартмаксты екеуіне бөліп бер дейді, потому что ол взрослый доза дейді. Сосын алам, сразу алам. Бұл не істейді деймін, бұл ана жаңағы құрттардың шыққан жерін шлифовать етіп, соны жазады, емдейді, и ауырған жерін, ақауын тоже емдеп, қанын сұйылтады деді. Сөйтіп, жаңағы Хартмаксты екеуіне берем, бөліп, күнде азанда. Тамақ ішіп болады, бәрі жақсы, уже туалетке барып болады, содан кейін екеуіне бөліп, беріп, сөйтіп жұмысқа кетем. Қарасам бір күн настроениялары көтеріліп екеуі. Ана қызым, 12 жаста қызым бас ауыра береді, ана өті толғаннанша. Ол вообще басым ауырды деген сөзді айтпай қалды. Сосын мен айтам, күйеуіме айтам, Ғабит, мыналар что-то, Айбибі что-то байқадым, басым ауырды деген сөз айтпай қалды ғой дедім да. Иә дейді, ана қыз вообще үлкен қызыңыз нешеде жасы? 12-де. Сөйтіп екеуі де жазыла бастады, күшті болып екеуі. Бір күні тамақ пісіріп кетемін ғой, тамақ пісіріп кетсем, түсте звондайды маған жұмысқа. Мама, біз тамақтың бәрін ішіп қойдық дейді. Таң қалам ғой, тамақ ішпейтін. Ана кішкентай қызым, только шоколад жейтін. Шоколад дейтін де тұратын ғой. Кейін вообще тәтті жемей қойды. Қазір құмшекер қосып шай ішпейді. Вообще құмшекер қоспайды шайға. Су іше салады, или жаңағы шайды слегка кішкене ғана қосам, сарғыш қып. Су бүйтіп іше салады әшейін. Екеуі де сөйтеді. Сосын айтады, ой, мама, біз анау мектепте баяда сізден жасырып, ақшамыз болғанда бір нәрсе сатып алып жейтінбіз дейді да, андай бір жаман бір бәлелер бар ғой, бір иісі жаман бір нәрселер жейтінбіз дейді. Бізге ол жаман болып тұратын иісі ше, олар сезбейді екен оны. Нелер жегізе береді екен ғой, құрттар. Соны айтады, мен сол, оказывается, мама,
жаман екен ғой иісі. Және қыз жеп отқан кезде айттым дейді, ана жапшы аузын, жүрегім айнып жатыр деп айттым дейді да. Қалай сол жаман сасық иісті байқамағанбыз деп, қазір вообще жегіміз келмейді деп сөйтіп айтады. Сонымен екі қызыңыз қанша нолвермнен ішті? Екеуі де детский ішті ғой да? Иә, екеуі детский, бір ай ішкіздім, үшеуден. Бір айда кім Зылиха айтты, бір айда үшеуден ішкізіңіз деді. Үш құтыдан, үш упаковкадан. Иә, бір 10 күн деді үзбей. Одан кейін 5 күн демалып, қайттан 5 күн. Сөйтіп ішкізіңіз деді. Сосын барып, келесі айда айттым, не істеймін деп сұрадым Зылихадан. Зылиха ханымнан, ол айтты, тағы да ішкізіңіз деді. Неге деп едім, біз тексерілдік, сөйтіп едік, таза болды. Сол бір нені ішкеннен. Бірақ кішкене бар екен. Сосын Зылиха ханым айтты, келесі ай тағы да алып ішіңіз деді. Тағы да бір курс ішіңіз деді. Екеуіне ішкізіңіз деді. Сосын тағы да бір курс ішкіздім екеуіне. Получается, аяқтан үшеу, мынаяқтан үшеу, 6 ма? Сосын барып, Хартмакспен қоса ішкізіп жатырмын. Хартмакспен қоса ішкізіп жатырмын. Сөйтіп, 3-ші айда тағы барып тексерілдім. Айбибі қызым тап-таза болды. Айсуда сәл-пәл бар екен да. Сосын барып айтты, жаңағы, тағы да екеуіне екеуден бер деді Зылиха ханым. Жарайды дедім. Екеуіне екеуден сразу 4 пачкасын алып кеттім да, екеуіне сөйтіп беріп отырып, бітірдім. Енді кеше кімді Айбибіні қарадым, 12 жаста қызым, кеше тексердім. Кеше тексерсем, қызым 12 жаста қызымда таза. Ал мынау кіші қызым что-то соңғы кезде шоколад кішкене алып берші деп жүр. Сосын барып резко тексердім ғой, қой тексерейін, мыналар не тәтті жеп қалды қайтадан кішкентай қызым деп. Сөйтіп барып тексерсем, енді шығып келе жатыр тағы да. Жасыл, кішкентай қызым. Андай, мыналардан тағы да ішкізу керек екен бір ай деп сөйтіп өзіме кеше тыйдым да, енді Құдай қаласа тағы да алып ішкізем деп сөйтіп жатырмын. Сонда сіздер емді осыдан 2 ай бұрын бастадыңыздар ма? Жоқ, 2 ай емес. Біз уже оның алдында ішкізіп айтып отырмын ғой, 3 ай ішкіздім деп отырмын ғой, ана 3 курс. Одан кейін қазір, получается, бір 5 ай болды ғой где-то. Негізі 5 ай болды бастағандарыңызға. 5 ай. Өте керемет. Жақсы нәтиже. Қазір енді қызыңыз ешқандай жүрек ауруына жалып жоқ. Жоқ, сол бірінші күннен ақ жақсы жалбы болмай қалды ғой. Бірінші күн емес енді. Екінші, үшінші күні вообще тыныш ұйықтады ғой. Үшінші күні уже жақсы көрсетті өзінің көрсеткішін. Бірақ тамақ жей бастады, бірінші күннен бастап. Тамақ жегіңіз келіп тұр, қарныңыз ашты деп, кәдімгі сорпа ішіпші. Оның алдында ешқандай тамақ сұрамайтын. Тамақ сұрамайтын, вообще жемейтін. Даже су ішпейтін. Тамақ сұрамайтын, су ішпейтін. Өте жақсы. Рахмет. Бір күні сізді кездестірсем интервью аламын ғой. Рахмет сізге. Айтам, айт берем, иә. Бұл шынымен енді шынайы болған жағдайда. Бұндай жағдайлар көп жерде болуы мүмкін, соны иә. Жалпы неге жіберуіміз керек қой. Жақсы, рахмет үлкен. Рахмет. Эльмира ханым, Айбибі 12-де дедіңіз бе? Иә, 12-де. Иә, жүрек ауыратын сол қыз ба? Жоқ, кішісі, Айсұлу. Айсұлудың сол гемоглобині қанша болды сол бастапқы кезде қаралып жүргенде? Гемоглобині бәрі жақсы болды, айттым ғой, тексерттім ғой, врачқа апардым. Гемоглобин тексертем, ол даже излишка деп тұрып айтты ғой, 130 болды. 130-да. Обычно паразиттерді енді түсіп кетеді ғой. Жоқ, ода қаны вообще аз, айттым ғой, ешқандай ақау таппады біздің врачтар. Сосын не істерін білмей, мен больницада жатқан кезде жылап жіберіп айта алмай қалдым ғой. Больницада жатқан кезде туберкулезный палочкаға тағы да бәріне қарады десе. Бәріне қаралдым, бәріне. Ол жақта больницада білесіз ғой, күнде қан алады, күнде. Мен айтатынмын да, мынау қан деймін да, не қан қалды ма өзіна қызда деп жатырмын да, уайымдамаңыз, бұл қан восстанавливаться етеді. Иә. Мен бірақ
ана қызымның қанын көп бүйтіп алады да кәдімгідей. Соны жаным ашитын да, и қоюланып кетті айтпақшы қаны. Иә, зашлакованный болғаннан кейін қоюланады. Иә, қоюланды. Мгм. Сосын барып бұл қыздың сахары көбейіп кетті. 9-ға ма сондайға көтеріліп кетті. Байқсыз Ана эритроциттерде қатты токсин флактары көбейіп кеткенде қоюланып, ана Елена ханым айтты ғой. Иә, эритроциттер эритроцит болып нормально көрінгенмен ол капсулироваться етіп, гемоглобин сияқты қаны көтеріңкі болып көрінеді деген осы жерден білуге болады деп айтайын деп отырғаным ғой. Сонда анализ солай бергенменен, олардың бәрі солай көрінгенменен, бірақ шындайында андай болып тұр ғой. Иә. Эритроциттер өзгеріп тұрып, иә, не формуларын өзгертіп деген сияқты ұқсап. Иә. Түсіндіңіз ба? Түсіндім, аха. В общем, қасқыр қойдың Иә. болады ғой. Иә, соны түсіндіре алмай жатырмын, иә, сол капсулироваться етіп, иә, эритроцит сияқты болып, иә, лейкоцит сияқты болып, солай нормальный анализ беретін болып тұр ғой. Күшті нәтиже, ем болсын. Рахмет, әмин. Сіздер де ауырмаңыздар. Құдай ауыртпасын. Иә, ешкімді ауыртпасын. Эльмира ханым, сізге сұрақ қойсам бола ма? Болады, иә. Бүгінгі таңда сіз осы нәтижені көріп, компанияның қаншалықты енді ары қарата әрекеті осы компаниямен клиенттеріңізді жіберіп, нәтижені сондай жетістіктеріме жетіп, батасын алып, отбастарын аман көбейту үшін әрекет жасауға уақытыңызды бөле аласыз ба? Ондай неңіз бар ма? Әрине, мен осы берген арқылы осы компанияда қазір жүрмін. Негізі мен шынымды айтайын, адамдарға жақсылық жасағым келетін. Қалай да болса қолынан келгенше қалай жақсылық жасасам екен деп, қай жерден болса да біреу бір нәрсе сұрап қалса, өзімдегі соңымдағы ақшамды да беріп жіберетін сондай әдетім бар да. Жаяу кетіп қаламын да, даже жолға ақшам қалмай қалса да. Бірақ мына жерде бұл жерде енді денсаулық қой. Денсаулық болғаннан кейін өзімнің немнен өткеннен кейін тоқтамай бәріне айттым, Зелихаға ханымға жібердім. Бірақ мен бұл жерде, бұл компанияда мен андай сетевойды істей алмаймын деген сияқты ой болды да менде. Мен істегім келді, бірақ андай жазылдым да, бірақ айтып тұрмын ғой. Ана мен шаштараз болғаннан кейін менде клиент көп болды да, жұмыс көп болды, ақша көп болды. Соған ақшаның буына неғып жүрдім да, алданып жүрдім. Мынақа келген жоқпын, компанияға келгім келді, жақсы көрдім, бірақ адамдар жібердім, бір талай адам жіберді. Мен атынан Зелиха ханым біледі ғой, мен жамағат, біз мешіттегі жамағатта адамдар көп, бір талай адам жібердім. Көп, енді оны айтып не жеткізе алмаймын, көп жібердім өте. Сосын жаңағы айтып тұрмын ғой, өзім денсаулығым жақсы деп мәз болып жүрген кезімде Алла тағала мені алды да, мынау ораза айында қараймын, алдыңғы айда менструальный цикл келмей қалды, ораза айында жоқ, мәз болып жүрмін, оразамды толықтай ұстадым ғой, күшті болды, жақсы болды деп қуанып жүрмін да, бірақ енді кейін 3-ші айда уже ауыра бастадым ғой, давлением түсіп, сондай жаман көңіл күйім түсіп, ондайым жоқ еді ешқашан. Не болды маған деп қайтады, басын көтере алмай 3 күн жатып қалдым. Мен негізі активный сондай жүретін адам ғой. Жатып қалдым да, сөйтімде Зелиха ханым, врачтарға қаралайын дедім, ана Тараздың қызымын ғой мен өзім. Таразға бір жұмыстармен барып қалдым, тойға бардым да, и жаңағы жақсы врачым бар сояқта өзімнің. Барсам ол неге шығып кетті отпускаға. Сосын барып қайтып келдім Алматыға, сөйтіп енді басқа врачқа барайын десем, аяғым тартпайды. Қорқып тұрмын да, енді ішім шығып тұр да, потому что и басым давлением түспейді. Не деп айтады екен, Құдай сақтасын деп. Сосын жаңағы Зелиха ханымға звондаймын ғой, не істеймін, осындай болып жатырмын десем, келді алды, ішші деді ғой. Бармай-ақ қой, не қыласың, ақшаңды құртып, оданша нан алды, ішші деді ғой.
қызың жазылғанын не саған не емес па деп сөйтіп айтты. Бардым да алдым да іштім. Сразу давлением түсті. Жаңағы менструальный цикл восстановиться етті. Денсаулығым жақсы бола бастады. Қаншасыншы күні, бірінші күні сразу сондай болып кетті. Бірақ давлением ертесіне басылды. Не қылған, төмен түскен нормализоваться етті да. Сосын барып, көзім жайнап, шайдай ашылып, жасарып, сосын жұбайым айтады, мен саған айтқанға ұялып жүрмін, андай бет не көз тиіп кетпесін енді. Сен жасарып кеттің деп маған сөйтіп айтады да. И сен күліп, жайнап жүретін болдың. Вообще жассың, уже жақсы болып қалдың. Сен көрініп тұрсың, сен апа, оның алдында айтып жүретін. Менің немерем бар да енді, жиен немерелерім бар, 3 немерем. Мен апа болдым ғой, көш болды енді, апа болдық қой деп осылай жүретін. Қазір апа болдық емес, наоборот, давай шығыңдар, давайте марафонға жүріңдер деп бәрін ертіп жүрмін ғой. Кеше қызыма сөйтіп айтсам, маған айтады ғой, мама, может, мен де сізге қосыламын деп. Ол емшекте баласы бар. 2 айлық, білмеймін, ол қалай жүретінін. Мен айтамын, білмеймін, сен айта алмаймын дедім, кішкентаймен қалай жүресің. Сөйтіп солай, көп адамдар маған қарап қызығып, бәрі лайк басып сөйтіп жатыр ғой енді, подружкаларым бәрі қосылғысы келіп, жаңағы. Бір-екі подружкам қосылды, бірақ марафонға қосылмай жатыр да. Сыртта жүріп уже, маған қарапшы. Керемет, рахмет. Енді мынандай нәрсені айтып жеткізейін деген ғой. Не үшін марафон өте керемет, тамаша. Марафонда адам өзінің бейсана санасымен жұмыс істейді. Мысалы, кейбір адамдар 15-20 жыл бір орында тұрып қалып жұмыс істей береді, сол ортадан шығу қиын болады. Марафонға келген адамдар, олар нақты өздерінің арман мақсаттары бар деген азаматтар. Олардың жаңа ортамен өскілері келеді. Мысалы, балабақшаға барады, кіші класс, ортаншы класс, енді мектеп бітіргеннен кейін ары қарата өсіп оқығысы келеді. Осындай болам, мен оқимын, не болса да, бұл марафон шынықтырады. Сол үшін әр келген адам өзінің қаншалықты әрекет жасап, сол мен енді жаңа өмір сүргім келеді. Сол ортамен бірге ортақ бір қызығушылығымыз бар. Таңертеңгісін тұрамыз, ішкен тамағымыз, және де араласып, барып, бірге демалып жүрген ортамен бірге өсіккісі келеді. Соған байланысты енді керемет күшті, Эльмира ханым, 5 айдың ішінде сондай нәтижемен бөлісіп, жаңа адамдарды қосып. Енді таңғалмаңыз, бір күні номер 1 лидер диагноз болып жүрсеңіз, бриллиант болсаңыз, ол осындай ортада жүргенмен өте әсері көп дегенім ғой. Рахмет. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, әріптестер. Керемет зум болып жатыр. Рахмет қыздарға. Көп. Қалайсыз? Аттарыңыз Құрбан айт, қабыл болсын, құтты болсын, Алланың жақсылығы болсын. Аумин бұрын көләпке. Жұлдыз ханым, қайыптан. Салмастар ма? Айт, қабыл болсын барлықтарыңызға. Рахмет. Мен де айтсам бола ма? Мен де енді бізде Түркістанға енді келіп жатыр ғой, Нольферм Казовый компаниясы. Жаңағы Эльмира ханым қыздарын
айтып жатыр ғой. Сонда менің қызым да сөйтіп ауырды да 2 жыл бұрын. Қазір қызым 14-те. Не екен білмейді, анализдерінің бәрі жақсы болды. Сол қалып кетті да, бірақ сол кезде не үшін казвей жоқ па екен деп ойланып отырмын да мен. Қызым әлсіз, жаңағыдай әлсіреп қала береді, сондай да қазір. Енді сол 0 верін бастайын деп отырмын, Құдай қаласа. Тексерттіңіздер, ешқандай не таппады да? Бәрі осы жаңа тура айтып жатыр ғой, кішкентай қызы. Тура сондай болып тұр ғой. Жүрек деген кетеді, татау дейді. Паника болады, міне жүрегім ұрып жатыр, ол мынандай бірден болады да. Жүрегім ұрып кетеді, жаңа сабақтан қалу деген тура сондай болып тұр ғой. Қарап отырсам. Сол Құдай қаласа мен де 0 верін бастаймын, бірақ қызым қазір жақсы, подростковый возраст болып тұр ғой, бірақ қазір сонда да енді бастап нетуім керек, енді денсаулығын қалыпқа келтіру керек болып тұр, иә. Иә, беру керек. Иә, Құдай қаласа. Иә, осындайдан естіп, білеміз. Иә. Уже мен қыздар, үлкен қызым да, екінші қызым да қатты құрт болып нете берді, аллергиясы бар. Соны уже анаяқтан ішкізем, құрттың дәрісін, аптечный құрттың дәрілерін ішкізем. Бірақ сонда да арық, не болып кетеді, жаңа әлсірей береді, іштері ауыра береді. Сондай ғой. Соны 0 верін бастайын деп отырмын. Мен өзім де енді жақында жұмыс жасап жатырмын ғой. Енді Құдай қаласа мен де результат. Иә, қосамын обязательно. Семейный алып ішкім келіп отыр, өзім бала шағам бәрі, күйеуім. Рахмет, Эльмира ханым, жақсы айттыңыз. Иә. Обязательно беріңіз, жақсы болады, Құдай қаласа. Енді ең бірінші Алла ғой. Бұл жерде ниет қой, ниет. Ең бірінші ниет етіңіз, шынайы ниет етіңіз. Одан кейін бисмиллямен беріңіз, сумен азан таңғы сағат 5. Бұл жақта сізге айтайыншы. Атыңыз кім? Айнұр. Айнұр ханым, мен тыңдасаңыз, бұл жерде қарасаңыз, мысалы қараңыз, таң намазының уақыты, азанда таң намаз, таң сәріде берілген әрбір нәрсе Алла тағаланың нығметі деп біліңіз да, Алланың нығметімен беріліп тұр. И бұл шөптен жасалынған. Алла тағала айтқан ғой, мен ауру берем, ауруға емді деп берем, шипасын да берем. Шипасы ол шөп деген. Сол шөптен алыңдар деген. Сол сияқты бұл жерде сол именно мына кісі, который разработал бұл нені, сол кісі осының бәрін біліп тұр ғой. Алладан келіп шөпті алып, сол шөпті салып, сол құтыға, кішкентайға, сол арқылы бізге ағзаға барып, сол емдеп тұр да бізді. Сонда сіз ойлаңыз, бізде негізі өзімізде вложено же, табиғи өзіміздің немен арпалысатын өзімізде бар ондай нәрсе. Негізі табиғи Алла тағала бізге солай жаратқан. Өзімізде емдей аламыз біз. Видите, біз әшейін су ішсек те емдей аламыз азында тұрып. Бірақ енді бұл жерде шөп қосылғаннан кейін Алланың жіберген шөбі ғой. Сол арқылы ішкен кезде ол ағзаны шынымен де тазалап, айдап шығып, одан кейін барып, артынша анау Харт Максты обязательно 5-еуден кейін қосыңыз. Балалар әлсірейді 5-еуден кейін. 5-еуін ішіп болғаннан кейін Харт Макс қоссаңыз, қазір жартыдан емес, қазір уже, по-моему, 1-ден беруге болады. Қазір ешқандай побочкасы жоқ екен. Не қылып, қазір мен қазір балаларыма, қыздарыма 1-еуден берем. Қазір бір кішкене тамақ ауырды ма, 1-еу беріп қоям, болды. Уже забыли, ауру арқылы айтпайды. Осы жылы, Құдайға шүкір, сабақтан қалмай жақсы барды. Ана 12 жастағы қызым, ол 5-пен шықты. Сабақтан әйтпесе көп қалатын біз ауырғаннан. Ана қыз ауырса, мына қыз да ауырып қалатын. Екеуі бір-біріне қатты не әсерін беретін шығар. Сол себептен бұл жерде бастысы ниет қой, ниет етіп берсеңіз бисмиллямен. Бұл шөп шынымен көмектеседі. Алланың берген құдіреті бізге шынымен айтам. Ешқандай химиясыз баланың жазылғанын өзіңіз көзбен көресіз. Сосын рахмет айтасыз, шынымды айтсам. Аллаға, сосын
осы Мен де сіз компанияға. сияқты отзыв айтып отырайын, Құдай қаласа. Иә, айтып отырасыз, Құдай қаласа жылайсыз. Мен шынайы жылап жатырмын да. Өзім, иә, просто сол кезге кіріп кеттім да, сосын. Иә, мен де қатты Иә. қиналғам, уайымдап Сол ғой, қатты қиналғам сол кезде мен де. сол ғой. Еш Анау үшін, нәрсе неғылмағасын, айтпағасын ше, дәрігерлер мысалы, мынандай нәрсе болып жатыр деп айтылмағасынан кейін қатты қорықтым да, не болып жатыр деп. Енді одан иә, өттік, бірақ енді әлі мен 0,1 берген жоқпын да, потому что енді берем деп отырмын, Құдай қаласа. беріңіз, беріңіз, обязательно, Құдай қаласа. Рахмет Алладан үлкен. шипа. Жақсы. Аха, ал рахмет барлықтарыңызға. Айт қабыл болсын, иә. Айттың дастарханын жасайық, әлі көшеде жүрміз. Аха. Әлия ханым, аяқтаймыз ба? Басқаларыңызға көп рахмет. Сіздермен Аха. бірге осындай керемет тамаша марафонға Мә, қатысып скриншот. жүргеніме Скриншот жасамақ болма. баршаларыңызға рахмет. Скриндарыңызды жасаңыздар. Иә, рахмет. Аха. Аяқтаймын. Аха, Ой, жақсы, Әлия ханым, барлықтарға. мен скриншот жасамаппын ғой, иә. Аха, скриншот жасап ал. Скриншоттарыңызды Аха, иә барлықтарыңызға жасаңыздар. айт қабыл болсын. Рахмет бірге Аха. болғандарыңыз үшін. Аха, Злиха ханым, рахмет. Аумен. Керемет болды Zoom. Аха. Марал ханым, ертең сіз боласыз спикер. Дайындалыңыз, бәріміз сізді күтіп отырамыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Аха. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, Құдай. Аха, аха. Жақсы, сау болыңыздар. Аха. Иә, мен бір 2 минуттай күте тұрамын, сіздер скриндарыңызды жасап алсаңыздар, сонымен Zoom-ды жабамын. Zoom-да бар адамдардың сұрақтары бар ма, жоқ па? Себебі Төле Биге де аватаркада фото жоқ, Рауза Шамраузаиловна деген кісіде сурет жоқ. Zoom аватаркасында қойып алыңыздар, иә? Қосымжанова Гүлзат деген кісіде, Ақшолпан ханым, Ақмарал ханым, Айнагүл ханым. Zoom парақшаларыңызда Бекзада ханым, иә? Қойып алыңыздар, себебі өте қажет болады. Барлық парақшаларыңызға өздеріңіздің суреттеріңізді қойып алыңыздар. Командаңызға ескертіп айтыңыздар, иә? Болды, Zoom-ды мен жабам. Скриндарыңызды жасап алдыңыздар, иә? Рахмет, рахмет. Сізге рахмет, Оразгүл ханым, көп. Ой, Командаңыз. басындағысы жоқ болып қалып жатыр. Соңғысын скриншоттап, басында ұқсатамай жатыр. Иә, әрине. Анна, почему этот мысалы сурет тұр да, а в этом не показывает общий, да? Айнагүл ханым, оны ше, сіз айттыңыз ғой, сізде жаңа телефон, алдындағы телефоныңыз жоғалды, иә? Жоқ, алдындағы телефоным жоғалды, оны ол телефон табылды да, қайтадан өз телефонымды ұстап жатырмын да қазір. Настройка. Енді қараңыз. Да, Фоны қайтадан. Фоны эффекті менде мысалы, неге былай да общийда көрсетпейді, вот этого не понимаю.
істей алмай жатыр. Так, қараңыз, себебі сіз қазір өзіңіздің зумға қосылған кезде, камераңызды ашқан кезде сізде өзіңіздің аватаркаңыз галереядан сіз оны қойып, соған шығып отырсыз, дұрыс па? Камераңызды ашқанда зумда. Жоқ, мына Камераңыз жабық, камераңыз жабық күйде, мысалы, аватаркаға суретті ана ең төменгі оңнан солға қаратай жылжытасыздар ғой саусақтарыңызбен. Дополните деген 3 нүктесі тұрады. Да? Сейчас. Просто ол еще неге байланысты ғой, телефонның моделіне еще обновить или бұрынғы версиясы тұру мүмкін. Мен қанша кімдердің зумдарын қарадым да, телефонның моделіне де байланысты. Дополнить фон и эффект деген ба? Нет, фон и эффекты ол неңіз болады ғой, ана именно зум ашқан кезде, сіз сол кезде ғана оны ауыстырасыз суретті. Ол неге жатпайды? Рабочий фото аватаркаға қою керек. Менікі, мысалы, қазір Алия Бәйтерека десең, сары рубашкада тұрмын, дұрыс па? Камерамды ашсам, көріп тұрсыз ба? Мен қазір өзім шықтым, қара футболка, казой жазу, артымда именно фоным размыты, нақты көрініп тұрған жоқ. Есігім, люстрам. Ол екі нәрсе болды, соны ұғып алыңыздаршы. Зумның аватарка суреті ол, міне мен сіздерге көрсетіп отырмын. Сары рубашкам, ауыстырдым. Камерамды мен жаптым. Мені сіздер көрмейсіздер, мен тек қана сізді тыңдап естіп отырамын. Ал камерамды ашқан кезде сіздер мені көресіздер, бірақ ары қаратай төменге түсесіздер де, оңнан солға. Камерам ашқан кезде ғана мына аватарка көріне ме? Сонда қалай? Мен вообще түсінбедім. Жасай алмадым. Сіз камераны ашқан кезде, вот камераны қазір жабыңыз. Біздер камерамыз бен микрофонымызды жабамыз ғой, микрофонды жаппаңыз, камераңызды ғана жабыңыз. Жаптыңыз ба, Айнагүл ханым? Жаптым. Вот, мен қазір скрин жасадым да, и қазір өзіңізге, жекеңізге жібердім. Мынандай күйде сізде тұр. Просто квадрат и Айнагүл деп жазылып тұр. Фамилияңыз жоқ, себебі бізде 2-3 Айнагүл бар. Жаңадан келгендер. И соны мен шатастырып отырамда, бұл қай адам, кімнің адамы депті. Ол нормально енді. Сізге WhatsApp-ыңызға жібердім, скрин жасап. Сізге енді дополнительныйға кіресіздер. Маған қазір просто Аслан мырза өзінің зумын беріп тұрды, мен организатормын, жай өзімнің телефонымнан кіріп тұрған жоқпын. Сонда дополнительные инструменты организатора деген жерге кіресіздер. В общем, оны қазір сіздің басыңызды қатырып тастаймын. Давайте жекемізге, может быть, шығып сөйлесе аламыз, хорошо? Себебі функцияларын или видео звонокпен екінші телефоннан шығып, кіріп, кішкене көру керек та, настройкаларын и параметры телефонды жарай ма? Сол кезде түсінікті болады. Я, хорошо. Все, онда аяқтап, жаба берсем, рұқсат болады.